Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге рамьонның ең дәмді, ең керемет рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі суымызды қайнатып аламыз. Мен қазір 2 адамға арналған порция дайындаймыз. Суымызға көкөністерімізді салып, одан кейін дәмдеуіштерімізді салып, ең соңынан соусын саламыз. Егерде сіздерге ащы рамьон ұнамайтын болса, дәмдеуіштерін азырақ қоссаңыздар болады. Мен барлығын қосатын боламын. Осылай өте дәмді болады. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді үстіне лапшаларымызды саламыз. Лапшамызды суымызға батырып, үстінен ірімшіктерді қойып шығамыз. Ірімшіктерді үкіштің көзінен майдалап өткізсеңіздер болады. Мен осылай ұзынша етіп кесіп қойдым. Рамьон ірімшікпен өте дәмді болып шығады, созылып, әдемі болады. Рамьонымыз одан сайын тәтті болу үшін мен ет қосамын. Ет міндетті емес, егерде етті ұнатпайтын жандар болса, қоспауға болады. Менде сиырдың еті, тауықтың етінен де қосуға болады. Одан кейін үстінен қиярларымызды саламыз. Тұздалған қияр салсаңыздар да болады. Міне, біздің рамьондарымыз дайын, өте керемет, әдемі болып шықты. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер.